Қайырлы күн, достар. Бүгінгі сабағымыз біздің практика дәрежелері бар әрекеттер. Бірінші біздің тапсырмамыз 3 екінші дәрежеде көбейту 3 төртінші дәрежеде. Және қосу 5 жетінші дәрежеде бөлу 5-ке төртінші дәрежеде. Бірінші де бізде 3-ті 2 плюс 4. Екінші бізде ол 5 минус 4 дәрежесінде. 3 алтыншы дәрежеде плюс 5 бізде үшінші дәрежеде болады. 3 алтыншы дәрежеде ол бізде 729-ды береді. Және 5 бізде үшінші дәрежеде ол 5 көбейту 5 және көбейту 5-ке. Ол бізде 125. Жауабы бізде 954. Екінші мысал бізде бұлай болады. 7 0 дәрежесінде плюс 4 бөлінген 3 и бәрі ол екінші дәрежеде. Ол неге тең? 7 0 дәрежесінде ол бізде 1-ге тең. Оны біз білеміз. Біз амалдардың өткен кезде ол бізде 6-шы амал, ол 0-дік дәрежесі. 0-дік дәрежеде бізде әр сан 0-да ол бізде 1-ге тең. Және бізде төрт бөлінген 3 екінші дәрежеде. Оны ашқан кезде ол бізде болады 4 екінші дәрежеде және 3 екінші дәрежеде. 1 плюс 4 екінші дәрежеде 16-ны береді және бөлу 9-ға. 1-ді біз 9-ға көбейтеміз және 9-ға бөлеміз. 9 плюс 16 и бізде төмен жағында 9 болады. Бізде 25 бөлі 9. Жауап бізде 25 бөлі 9. Үшінші мысал. 10 минус 3 плюс 10 бөлі 10 минус екінші дәрежеде ол бізде тең. Қараңыздар. 1 бөлеміз 10 минус бізде плюсқа айланады. 1-ді бөлеміз 10 үшінші дәрежеде плюс 1 бөлеміз екінші дәрежеде. Бізде бірінші санда ол 1 бөлінген 1000-ға болады. Себебі 10 үшінші дәрежеде бізде 1000. И екінші біздің ол бізде 1 бөлінген 100-ге. Екінші санды біз көбейтеміз 10-ға. Жоғары жағын және төмен жағын. Бізде болады 1 бөлінген 1000 плюс 10 бөлінген 1000-ға.
Енді бізде жоғар жағында 11 болады, төмен жағында 1000 болады. Осы бізде жауап. Осы сабақта біз дәрежелері бар әрекеттермен таныстық, мысалды келтірдік. Енді келесі сабақта сіздер өздеріңіз есептейсіздер. Осыған рахмет, келесі кездескенше сау болыңыздар.